Қайырлы күн ұстаздар, сіздермен бірге мен әдеттегідей жаңа презентация жасанды интеллектпен материал дайындауды көрсететін боламын. Бүгінгі үйренетін жасанды интеллектіміздің аты Presentation AI. Басты бетіміз осылай көрінеді. Бұған дейін сіздердікі тіркелуіңізді сұрайды, кез келген сайт сияқты. Google аккаунттарыңызбен тіркелсеңіздер болады, немесе почталарыңызбен тіркелсеңіздер болады. Іші толық ағылшынша көрінеді, бірақ мына жерден біз Google переводчиктің көмегімен бұны қазақшаға аударып аласылайық. Қазақшаға аударсақ, осындай көшбасшылық, сатылымдар, маркетинг деген сияқты нәрселер шығып тұр. Бұның ішінен енді біз мұғалімді таңдаймыз. Мұғалімді таңдағаннан кейін сіздерге осындай бір әдемі бет шығады. Осы бетті өзім жақсы көремін. Осы жерге әркім өзінің пәніне, өзінің құрастырғысы келген презентациясының атауын жазады. Барлығы, қалай айтсам болады, түсінбейтін нәрсе емес, түсінікті нәрсе. Бүгін әдеттегідей мен сол алдыңғы тақырыпты жаза берейін. Бірінші өшіріп тастайын. Тілді ауыстырып алайын. Маңызды деген тақырыпты алайық. Тақырыпты алдық. Мына жерден слайд беті деп тұр. Мен енді видеолардың үлкен болып кеткен сайын просмотрдың саны азайып жатқанын байқап жатырмын да. Сол себепті барынша қысқа нұсқа сөйлеп, видеоны кішірек қылуға тырысам. Сол себепті де кішірек бет слайд таңдай берейін. 5 бет жететін шығар деп ойлаймын. Тіліне өзіміздің тілді таңдаймыз. Так. Біздің тіліміз қайда? Қырғыз, мына қазақ тілін таңдаймыз. Содан кейін жіберуді басамыз. Негізі интернеттеріңіз жақсы болса, сразу шығады. Мынау презентацияның алғашқы, қалай айтсам болады, бәсмәләсі болып тұр ғой. Мынау оқу мақсаттары, негізгі мәліметтер. Осы жерден өзгертіп алсаңыз болады құрылымын. Құрылымын құру дегенді көріп тұрсыздар. Осы жерден өзгертіп алсаңыздар болады. Тағы да деталь нәрселер жазсаңыздар, презентацияңыз өзгеріп шыға келеді. Бірақ енді мен қарап тұрсам, маған мынау полностью устраивает, былайша айтқанда. Құрылымын құруды басамыз. Кішкене күте тұрайық. Уже презентация, былайша айтқанда, жасалуда. Мына презентациямыз бізге шықты. Мынау әр қайсының беті ғой. Бірінші бетте кіріспе тұр. Келесі бетте ғылым мен технология, математика деп тұр. Экономикадағы математика деп тұр, медицинадағы математика деп тұр, қорытынды деп тұр. Енді сіздер өздеріңізге шамалап, өздеріңізге бет құрап аласыздар ғой. Осы жерден де өзгертіп жіберсеңіз болады сразу. Сипаттамасы мына жерде барлығы. Мына жерде енді түсін қандай түстермен жасағыңыз келеді. Маған осы түс полностью қанағаттандырып тұр, былайша айтқанда. Қосымша параметрлерді көрсеңіздер болады. Слайдтың тығыздығы, мазмұны. Енді алдыңғы видеоларымда айтқанымдай, кез келген платформаны үйренудің негізгі жолы бір-екі рет ошибка шыққанда, бір-екі рет бір нәрсені істей алмай қалсаңыз, сразу пайдаланбай кетіп қалу емес, тоқтамай үйренгенше істеп көру ғой. Мына жерде мен орташаны таңдай берейін. Презентацияны бастым. Менің презентациям почти что дайын. Презентациям шықты. Өз басыма осы презентация жасайтын платформа, қалай айтсам болады, ұнайды. Басқа презентациялардан айырмашылығы бұда кәдімгі жаңа платформамен жасалғандығы көзге ұрып тұрады. PPT емес, Canva емес, басқаша өзіндік бір дизайны бар. Және бір мақтап кететін нәрсесі, мына жерде презентацияны бассақ, мынандай анимация түрінде көрсетеді. Қандай неде көрдіңіз, осыны өзі анимация түрінде көрсетеді. Осылай ауысады. Сіз мынаны PPT-мен жасау үшін кемінде бір
1 сағат отыру керек шығарсыз. Өте керемет болып ауысады мына презентация. Айта алмаймын мынанша. Басқа мектептен тыс бір іс-шаралар осындайларды осы нәрсемен жасауды ұсынамын, предлагать етемін. Хотя мен оған дейін ешқандай презентацияны ұсынған емеспін, осы платформа жақсы бір нәрсе деп. Енді осы жерден түзетіп алсаңыздар болады, мына жерден кәдімгі шрифтін ауыстырып өзіңіз әбден үйреніп қалғандай қылып. Және тағы да не айтылу керек бұл жерде? Мына жерден сіз басында таңдап қойдыңыз дизайнды, бірақ дизайн ұнамай қалды деп. Мына жерден сразу ол дизайнды емес, басқа дизайнды таңдай салсаңыз болады. Бірақ мынаның платный версиясын басып жібермеңіздер. Карточка сұрап бір нәрсе деп не қылып жібереді. Содан кейін так, мен бірінші бетім, екінші бетім. И осылай алып келесіздер, бірақ бұл презентация дайындайтын жасанды интеллекттің бір артықшылығы ма, кемшілігі ма, қалай айтатын, қалай десем болады. Белгілі бір символ береді, 5-6 рет жасайсыз, сосын жасалмай қалады. Жаңа аккаунт ашып, жаңадан жасау керек боласыз. Және бөлісу, скачать ете алмайсыз, бұны PPT версиясындағы тегін версиясын қолданатын болсаңыз. Бұның ссылкасын сатып алу деп тұр, көрдіңіздер ме? Бұның просто ссылкасын копировать етіп алып, студенттеріңізге немесе қоятын смарт тақталарыңызға бассаңыздар, сол ссылканы бассаңыздар, интернет арқылы мынаның өзі де көрсетіп тұрады. Доступ алғандарыңызға рахмет, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Мен тоқтамай, Алла бұйырса, ресурс салып, жаңа платформаларды мұғалімдерге ең шақ келетін, ең әдемі деген жасанды интеллекттерді ойын құрастыруға болатын, в общем, цифрлы сауаттылыққа ұмтылатын барлық бағдарламалардың видео түсіндірмелерін түсіндіретін боламын.